бұл кім екен? Көп қатенші. Есікті аштым. Кіре бер. Квартираның ақшасын не үшін төлемейсіңдер? Төлейміз осы жақында. Бір апта уақыт берем. Бір аптаның ішінде төлемейсіңдер, квартирадан шығарып жіберем. Болды. Төлейм жақында. Бір апта уақыт беріңіз, сол бір аптаның ішінде төлейм өзім. Қызым, тұр, беті қолын жу, қазір жұмысқа барамыз. Әке, қазірге беті қолын жу, сенде жу болайын. Болды. Қызым, азанда квартираның иелері келді. Бізге бір апта уақыт бер, бір аптаның ішінде төлесек, осы үйде тұрамыз. Төлемесек, далада қаламыз. Сондықтан тез тамақ жайыңды іш та, жұмысқа барайық. Түсіндің ғой? Иә. Қызым, мен тез үйге қайтуым керек. Үйде шаруалар шығып қалды. Әке, жарайды. Жарайды, болды онда. Так, тез үйге барайын. Үйде шаруалар шығып қалды. Так. Тез үйге жету керек маған. Үйдің де ақшасын төлеу керек. Сәлем қарындас, отыш машина, еңі дейін апарып тастайын. Үшін? Дала жаңбыр жауып кетті ғой, жауырақ боласың ғой. Жарайды, бір жолы ғана тек келесте отырмайын. Атың кім болады? Өзім 2009 жылғы ма. Атым Гүлжайна. Әдемі ат екен. Рахмет. Не істеп жүрсің далада бір өзің? Менің әкем мектепте болжаушы болып жұмыс істейді. Айлығы өте аз. Екеумізді саға алмайды. Сосын мен өстіп жүрмін. Әкеме көмектесем, болжау, себебі әкем кішкене қартайған, сол үшін әкеме көмектесем күнде. Әкеңнің аты кім? Әкемнің аты Серік. Өзім атым кім? Өзім атым Дидар. Мынау үй ма? Біз өте көреміз. Иә, осы. Сол жақтағы үй. Иә. Сау бол. Рахмет, сау бол. Оқас жоқ. Сау бол. Рахмет. Қызым, келдің бе? Иә, келдім. Кешке тамақты дайындап қойдым. Өзің ішіп, столдың ішін жинастырарсың. Сіз ішпейсіз ба? Қарныңыз аш емес па? Менде негізі ішуім керекпін. Жарайды, екеуміз бірге ішейік. Жарайды. Стол басына отыр, мен өзім тамақ әкелейін. Я? Жарайды. Так. Жина, міне, кешкі пісірген асым. Осыны жеп ал. Вау, әке. Күшті. Қолыңыз дек көрмесін күшті екен. Рахмет. Рахмет. Ал тамақ жолайық. Ас болсын. Өзіңе де ас болсын. Бүгін жұмыста қанша берді? Бүгін жұмыста айлығым өте аз болды. Себебі көп жұмыстар болды, еще жаңбыр жауып кетті, жұмыстан ерте таратып жіберіп 70 мың алдым. 70 мың? Күніне 5 мың екен. Иә, 70 мың екен айлығым. Бүгін мен ерте шыққаннан кейін айлығымды берген жоқ.
Өйткені үйде бір-екі шаруа болып қалды, сосын шыққаннан кейін зарплатамды бермеді. Айтпақшы, үйдің ақшасын төлейміз ба? Бір аптадан кейін төлейміз деп едік қой. Иә, төлейміз. Жемендеп жиналып отыр ғой. Құдай қаласа, онда төлейміз. Жаңа мені бір жігіт мені үйге әкеліп тастады. Қандай жігіт? Жаңбыр жауып тұрғанда. Қандай жігіт дегенде атын айтпай ақ қояйын, дұрыс танысқан жоқпын. Сразу былай сөйлестік та, мен атын сұрап, сөйтсем танысып, ертең әкеліп тастаймыз, бірақ бір жолы ғана айтып, сөйтіп істедім. Күшті болды жаңбыр. Жаңбыр жауып кетті даласын. Өте күшті. Енді қызым, енді ондай болмасын. Тамағыңды ішіп алсаң, онда жата бер. Мен далада бір-екі шаруам бар еді. Жарайды, үйге қарап, ұйықтай беремін. Ертең жұмысқа кетемін. Болды. Мен далаға шығамын. Так, үй жақ жинастырып бітірейін мен. Сосын барып жатайын. Қызым шаршаған шығар. Жұмыс істеп. Ертең таң азанмен алтыда тұрып, жұмысқа шығу керек тағы да. Так. Болды жұмыс осы. Енді орнына қойып қояйын. Так. Сейфті қарап жүрейін, қанша ақша жиналды екен. Көрейін, құрсын. Так, бұлар ақша жинанды ма екен? Алып кету керек ақшаларын. Так, қызым ұйықтап отыр ма екен, көрейінші. Ей,